Сонымен жұмыс жасау режимге өту үшін мына жерден жаңағы тұр көрдіңіздер ме, Ctrl+P басамыз, сол кезде біз режиміне өтеміз, яғни ойынды қарап көруге болады. Енді дайын ойынды сілтеме арқылы басқаларға бере аламыз, яғни жүктегенге ақша сұрап жатыр. Мына жерде private link және public link деген бар. Private linkте бізде премиум, яғни ол ақша сұрайды. Public linkті copy link деп көшіріп аламын. Соң кез келген браузерге барып, мен сол сілтемені, яғни не Wordқа, не WhatsAppқа лақтырып аламын да, кез келген жерде көшіріп қоя салам. Бұл кезде платформа ашылмайды, сіздің жасаған ойыныңыз ашылады. Және сол жерден ашып, прям көрсете беруге болады. Балаларға да телефонға WhatsApp арқылы сілтемесін жібере салып, сол жерге басса, ойын ашылатын болады. Өте ыңғайлы платформа және түрлі түсті өте қызықты ойындар дайындайды екен. Не басталды? Submarine Escape Game, старт деген басамыз. Мына жерде қалмар үшін жазу шығады. Жұмбақтар мен қиындықтарды шешіп, теңіз түбіндегі жасырын олжаны тап деген кнопканы басасыздар. Әрбір жолы осы бір кнопканы баса отырып, келесі деңгейлерге өте беруге болады. Бағана менің қойған стикерім. Мына жерде сұрақ шығады, жауабы шығады. True or false дейміз. True таңдаймыз, send дейміз. Міне сен дұрыс жауап бердің, дұрыс жауап бермедің деген сияқты ары қарай кете береді. Яғни өте ыңғайлы платформа. Қолданыңыздар. Сәттілік тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.